Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай ерекше дәмді зебра құймағын бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі көріп тұрғандарыңыздай сүт, ұн, қант және де сұйық май, жұмыртқа, тұз, сода керек болады. Ең бірінші жұмыртқамызды, осылай 3 жұмыртқамызбен қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырғаннан кейін үстіне сұйық майымызды қосып тағы да араластырамыз. Үстіне өлшенген сүтімізді құямыз. Барлық ингредиенттердің көлемі видеоның төмен жағында жазылған. Шым-шым тұзымызбен жарты шай қасық содамызды қосып тағы да араластырамыз. Сүтіміз жылы болу керек, естеріңізде болсын. Енді ұнымызды салып араластырамыз, осылай аз-аздан саламыз. Мінекей осылай барлық ұнымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Комок қалмауы керек. Мінекей барлығы дайын болды. Енді кішкене бөлігін, жарты кесегедей бөлігін осылай бөліп аламыз. Осыған 1 ас қасық какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей толықтай араластырып, осындай қоңыр түске боялады. Енді кондитерлік пакетімізге осылай барлығын құйып аламыз, кеседегі бөлігін. Мінекей енді қызып тұрған табамызға сәл ғана май жағып, май құюдың қажет жоқ, сәл ғана түбіне май жағып, осылай ең бірінші қоңыр какао қосылған бөлігін осылай сызып, дөңгелектеп жасап аласыздар да, үстіне жаңағы какао қосылмаған бөлігін құйып, құймақ жасауды бастаймыз. Мінекей құймағымызды аударамыз. Мінекей өте әдемі болды. Міне тағы біреуін жасалуын көрсетейін. Мұқият қарап алыңыздар. Мінекей барлық құймақтарымызды тура осылай пісіріп аламыз. Жасалу жолы өте оңай. Бұл жерде өрнектерін әрине сіздің фантазияңызға байланысты өзгертсеңіздер де болады. Мінекей барлық құймақтарымызды пісіріп алдық, өте әдемі болып шықты. Дастарханыңыздың сәнін ашатыны сөзсіз. Енді әдемілеп дастарханымызға қоямыз. Мінекей дәмі де, түрі де сондай ерекше зебра құймақтарымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.